доктор мындай кылайык вообще. Мен бүгүндөн баштап билбейм, Аша Дихан жөнүндө сөздөр мен жазбай эле коюңуздар. Өзү менен өзү болсун. Өзү буту менен келди, өзү буту менен чыгып кетти. Аны жамандабайм да, мактабайм да, эч кандай сөзүм жок. Болгону жизнь бумеранг деген нерсе бар. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? О сенен сурап келбейт ол нерсе. Ошол эле нерсени билем. Бир Аллага тапшырдым. Олоруңуздар көп болсо Дихан аккаунтун билип алыңыздар. Элдин баарына таанылды. Дихан аккаунту уже бар экени билинет. Прямой кирип эле жазсаңыздар, может өзү жооп берет. Мен ал адамдын бул жерде мен тартылгым келбейт. Мен Арыс қаласында Романтик деген жерге келіп қалдым. Қазір Каринаның выпускной болып жатыр. 25 май менің таңдауым осы Романтикке түсті. Неге? Өйткені сапалы, инстаграмдарында өте жақсы жүргізеді. Гүлдері де өте жақсы. Хабарласып, заказ бере берсеңіздер болады. Сіздерге қазір ішіндегі гүлдерді көрсететін боламын. Сторисада сұрақтар маған көп келеді. Айгүл, сен қалай арықтайсың, немесе қалай өзің формаңды ұстап тұрасың бір қалыпта деп. Енді мен сіздерге айтамын, мен өзімнің күніге жеп жатқан тамағымның калориясын бәрін есептеп тұрамын. Ол қалай десеңіз, мен осы форма деген приложение арқылы маған бір жақсы болды ше, фитнес қосымша деп айтайыншы. Кәдімгідей рахат на приложение кіресің да, ішінен фото жасайсың, жеп жатқан тамағын, қазірде қандай тамақ жейін деп жатсың, соны фотоға түсіресің, сол жақта калориясын бәрін есептеп беріп отырады. Қанша белок бар, қанша углеводы бар, бәрін есептеп беріп отырады. Прям рахат. Сізге ол жақта мақсат қойыласыздар, қанша килограмм салмақ тастау керек, 2 аптада, 1 айда, және де сіздерге арықтау керек па, или өзінің форманы сақтау керек па, артық салмақтан арылу керек па, соның бәрі осы приложениеде бар. Қазір сіздерге келесі сториста толықтай көрсетеді. Осы қосымшаны кіресіздер, осында плюсикті басқаннан кейін қараңыздар, мен бүгінгі жасаған тамағым осыны суретке түсіремін. Использовать. Бәрін шығарып көрсетуші. 485 калориясы бар, белок, углеводы, жиры бәрі мына жерде жазылып тұр. Мына жерде уже 1300 калория тамақ жеуім керек бір күнде, и мына жерде 37% тамақ болып тұр. Енді 815 калория қалды. Мысалы менде 51 килограмм, мен 47-ге түстім. Шынымен де өте ыңғайлы қосымша. Қандай тамақ жеп жатсыз, соның бәрін суретке түсіріп жіберсеңіз болды, сіздің калорияңыздың бәрін есептеп тұрады. Сіздер де егерде арықтаймын, болмаса өзім салмағын ұстап тұрамын, мен дұрыс тамақтанғым келеді десеңіздер, онда осы қосымшаны міндетті түрде жүктеп алыңыздар. Зато сізде, мысалы бір күнде полностью уже сіз жеп болсаңыз, сізде уже бітеді. Жаңа проценттің бәрі біткен кезінде сіз уже түсінесіз, бүгін болды, артық тамақ жемеймін деген сияқты. Диетасыз қинамай арықтағым келеді десеңіз, онда осы сізге бір күшті мүмкіндік. Сол үшін давайте жүктеп алыңыздар. Достар, сіздерге жақсы бір жаңалығым болып тұр. Әлі де 17 Pro Max алып үлгермеген жандар болса, сіздерге күшті мүмкіндік туып тұр. Кәдімгі скидкамен алуға, және өзіңіздің телефоныңызды сатып, және соның үстіне ақша қосып, новый телефон алуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Мен сіздерге қазір төменде ссылка қалдырып кетемін. Сол жерге кіріп хабарлассаңыздар, новый болсын, бушный болсын телефондар сатады. Рассрочка бар, 12 айға, 24 айға бөліп төлесеңіздер де болады. Сапалы телефондар, және де бағасы да өте қолжетімді. Еще Айгүлден деп айтсаңыздар, сіздерге кәдімгі жеңілдіктер жасап береді, және де сыйлықтар да бар қасында. Сол үшін давайте осы төмендегі сілтемеге өтсеңіздер, толық ақпарат ала аласыздар. Сол үшін давайте сәттілік. Міне линейка бітті ғой деймін уже. Күшті. Біздің жылдары біз дейтін, мен бітірген жылы кәдімгі адам көп болатын да, міне бітіргендер 11-лерге ғана болып отыр екен ғой. Қазір 25 майдегі линейка күшті қарабандай жылағым келіп тұр. 7-8 мектеп бітірдім ғой менде. Сол барлық тілекті құттықтаймын бүгінгі особенный деньмен. Керемет күн, керемет қуаныш, керемет күн, бөлек эмоциялардың бірі ғой негізі бұндай күн. Мен мектеп бітіріп жатырмын ба не деген эмоциялардың бірі. Барлықтарыңа болашаққа сәттілік тілеймін. Всем привет тағы да.
Мен жаңа майами шықтым, потому что мен парикмахерскийге келдім, Майя тәтеге. Бүгін менде... У нас сегодня что? Коллаген. Вот у нас сегодня коллаген, 4-ші процедурада отырмын. Каждый наращиванияны 3 ай бұрын жасадым ғой, иә. Вот 3 ай бұрын жасадым, уже шашым нормально өсіп, емделіп жатыр. Соны дальше біз емдеп жатырмыз. Сол. Бүгін коллаген жасап, күшті болып бүйтіп деп қайтам, потом қайтам бір аптадан кейін наращивание жасаймын. Ұялмай қызармай қайтадан наращивание жасап аламын. Если что, кератин керек болса, шаштарыңа уход керек болса, инстаграмға Майя тәтеге жазсаңыздар болады. Көрейік, что получится. Нашым ұзын кезде осылай жасаушы едім. Қысқа шашқа жасап көрген жоқпын. Онша емес болып шықса, придется голову мыть. Классно пахнет шампунем. Ой, бісміллә, сау бол. Шо? Это что за пудилек? Это что за пудилек? Нам не стимет. Волосы не очень, как будто бы.